Ыбырай Алтынсарин, Қыпшақ Сейітқұл. Қыпшақ Сейітқұл 30 үйлі тобырымен жұрттың тегіс аттағаныс барымтасы бар уақытта бұл 30 үй кедейді қалайынша етсем байытып халық қатарына қосамын деп ойға қалды. Сауда етуге мал жоқ. Барымтамен мал алсам, бір күндері жау да бізден қуып алады. Ақырында бұрынғылардың айтып кетуінше жортуыл басы жолда қалса керек. Соның бәрінде шамалап қарап, ақыр бір қиялға түсіп, Сейітқұл әуелі мекен еткендей бір орын іздеді. Көп жерлерді кезіп жүріп, ақырында Торғай тересіндегі Қабырға деген өзен суының бойына тоқтады. Мына жақтан Үргеніш, Қоқаңнан, мына жақтан Қалмақтан шетірек және жаманшылық болса Қалың Қыпшақ деген руға жақынырақ екен деп, сол жерді ұнатып қайтқан соң, қысты өткізіп жаздың жылы уақытында кедейлерді жалаңаш жалпы көшіріп, Қабырға бойына келді. Сейітқұлдың бір ағасы бар еді. Жол жүріп, ұрлық, барымтаны әдет еткен. Інісінің қанша айтқан ақылына болмай, 3-4 үймен жалғыз-ақ сол көшпей, ескі орын Түркістан жағында қалды. Қабырғаның бойына келген соң, Сейітқұл қолына кетпен алып, 30 үйлі кедейге де кетпен беріп, жер тегістеп, егін егуге кірісті. Түркістан жағында көрген үлгісімен судан арық қазып, шығарып, егінге су жіберді. Егіні піскен соң орып, жиып алып, артығын төңірегіндегі көшпелі елге сатып, мал етті. Жаңа мекен еткен жеріне орныққан соң, Сейітқұл егінді жылдан жылға күшейтіп, арық басына шығыр салып, суды шығырмен айдап, астықтың артығын төңірегіндегі елге малға айырбас етумен, бұлардың малдары көбейіп бай болды. Ол күнде бидай, тары, арпа егеді. Мұны көріп, әрбір көшпелі елдегі жарлы жақыбайлар да келіп, Сейітқұлға қосылып, 5-6 жылда Сейітқұл елі деген 400 үйге таянды дейді. Қош, Сейітқұлдың өзі де, жиылған халқы да малдары көбейіп бай болды. Ел жиылып, Сейітқұл жұрт ағасы болды. Енді сол жұртының адал бейнет, табан ет, маңдай термен тапқан дәулетін, аңдыған жаудан, ұрыдан, даладағы бөріден сақтап қалудың қамын ойлап уайымға қалды. Солардан сақтану үшін Сейітқұл жұртын жинап кеңесіп, судың бір қолайлы жеріне шымнан биік қорған салдырды. Малдарына реттеп бақташы, қару-жарақты қарауыл жүргізді. Бұлардың бұлайша бір ауызға қарап бекінген халық екенін байқаған соң, малға қызыққан сырттағы көшпелі халықтар батып келе алмады. Бұл жағынан көңілі тыныш болған соң, Сейітқұл енді Бұхара, Қоқанға мал айдатып, ол кенттерден қазақ қолды әр түрлі товар алдырып, жылда егін піскен уақытта манағы қорғанға жәрменке, Реуішті базары болды. Көшпелі халық белгілі уақытта малын, жүн-жабағын, тері-терсегін келтіріп, егіншілер оларға астығын, товарын айырбас етіп, осы қалпынша бір жағынан егін, бір жағынан саудамен Сейітқұлдың жұрты жұрттан асқан бай болыпты. Манағы Сейітқұлдың ағасы Аттаныс түсіспен жұрттың малын ұрлап бай боламын деп жүргенде, Қоңырат жағында қолға түсіп, кім екенінде белгісіз біреу өлтіріп кетіпті. Қалған мал жанын ұрының малы деп Түркістан әкімдері талап алып, жамағаттарын Сейітқұл көп жылдар іздетіп, таптырып қасына алыптымыз. Сейітқұл құрметті Тілеу Сейдалин сұлтанның айтуынша 1830 жылдарда өтіптіміз. Сол данышпан кісінің ақылымен егінді әдет еткен халық Қабырға суының бойында әлі көп. Жарлы болып бөтен кәсібі жоқ кісілер Торғай жағында дереу егінмен айналысады. Ерінбей азаптанса, бірнеше жылда түзеліп, халық қатарына қосылады.